Сіз математика бойынша тестті аяқтадыңыз. Қазір сіз сандық сипаттамалар бойынша тест тапсырасыз. Өз орныңызда қалыңыз және сөйлеспеңіз. Сандық сипаттамалар бойынша байқау тестін орындау үшін осы видеонұсқаулықты мұқият тыңдаңыз. Онлайн тестілеу жүйесіне кіріңіз. Егер сіз тестті орыс тілінде тапсыратын болсаңыз, количественные характеристики бөліміне қарама-қарсы орналасқан начать батырмасын басыңыз. Егер сіз тестті қазақ тілінде тапсыратын болсаңыз, сандық сипаттамалар бөліміне қарама-қарсы орналасқан начать батырмасын басыңыз. Тест толығымен жүктелгенге дейін күтіңіз. Одан әрі сандық сипаттамалар бойынша сұрақтар көрсетілген бет ашылады. Сізге 10 сұраққа жауап беру үшін 5 минут уақыт беріледі. 10 сұрақтың барлығы бір бетте орналасқан. Оң жақ жоғары бұрышта тестілеу аяқталғанға дейін қалған уақыт көрсетілген. Сіз сұрақты қалдырып кете аласыз және сол қалдырылған сұраққа пән бойынша тестілеуге берілген уақыт шеңберінде өзіңіз қалаған кезде жауап бере аласыз. Егер экрандағы мәтін тым ұсақ болып, оқу қиын болса, онда сіз оны үлкейте аласыз. Ол үшін пернетақтадағы Ctrl батырмасын басып тұрып, тінтуірдегі скроллды айналдырасыз. 5 минут уақыт өткен соң, уақыттың аяқталғаны туралы хабарлама пайда болады да, тест аяқталады. Егер сіз тестті берілген уақытынан бұрын аяқтауға дайын болсаңыз, онда закончить батырмасын басуыңыз керек. Сандық сипаттамалар бойынша басқа қатысушылардың тестілеуді аяқтағанын күтіңіз. Сандық сипаттамалар бойынша тестті орындау туралы қысқаша нұсқаулықты қарап шығыңыз. Тесттің бұл тарауы сіздің қаншалықты сандармен жақсы жұмыс істейтініңізді көрсетеді. Әрбір сұрақ 2 қатардан тұрады. А қатарында тапсырманың бірінші бөлігі орналасқан, ал Б қатарында тапсырманың екінші бөлігі орналасқан. Сіз бірінші қатардағы тапсырманың мәні екінші қатардағы мәнге қарағанда үлкен немесе тең екенін, не болмаса берілген тапсырмаға жауап беру үшін ақпарат жеткіліксіз екенін көрсетуіңіз қажет. Егер А қатарындағы мән үлкен болса, онда А жауабын. Егер Б қатарындағы мән үлкен болса, онда Б жауабын. Егер екі мән өзара тең болса, онда С жауабын. Егер тапсырмаға жауап беру үшін ақпарат жеткіліксіз болса, онда Д жауабын таңдаңыз. Ескерту: X, Y және Z әріптері белгілі бір сандар болып табылады. Егерде бір әріп екі қатардың сұрағында кездессе, онда ол бірдей санды білдіреді. Дұрыс жауаптары: 1A, 2C, 3D. Қазір сіз онлайн тестілеу жүйесіне кіріп, тестті орындауға кірісе аласыз.